Армысыздар, құрметті студенттер. Сіздермен жүк көтергіш машиналар пәні бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып мұнаралы жебелі крандар. Әзірлеген көлік техника және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Дүйсенбаев Ермек Шүйіншібекұлы. Дәріс жоспары. Мұнаралы жебелі крандарға жалпы мәліметтер және жіктелуі. Екінші сұрақ. Мұнаралы кранның құрылымы. Үшінші сұрақ. Крандарға қауіпсіз жұмыстарға арналған құралдар. Төртінші сұрақ. Ажыратқыш қондырғылар. Және бесінші сұрақ. Жүк көтергіш шектегіштер. Мұнаралы жебелі крандарға жалпы мәліметтер және жіктелуі. Мұнаралы жебелі крандар дегеніміз айналмайтын жүру платформасына орналасқан биік жүктелетін мұнарасы бар, оның басына 360 градус бұрышқа бұрылатын жебе орнатылған. Жүк көтеруге арналған құрылғыны айтады. Олардың негізгі құрылым сұлбасы Г әрпіне ұқсастығы. Жүкті тиеп түсіруде немесе өндіріс және тұрғын үй құрылыстарын монтаждауда, соғуда, тағы басқа жұмыстарды орындауда өте ыңғайлы. Мұнараның биіктігі жүктің көтеру биіктігін, ал ондағы жебенің мүмкіндік ұзындығы бір жерде тұрғандағы R max және R минимум радиустағы дөңгелек ауданды қамтамасыз етеді. Мұндағы R минимум жебенің радиусы жүктің мұнара осіне ең жақын келгендегісі. Ал R максимум жүктің ең алыс орналасқаны. Бұл жебедегі жүк арбасының жүруімен немесе жебенің топса арқылы көтерілуімен орындалады. Бұл құбылыс жүктің кеңістікте қозғалуын кеңейтеді. Ал мұнаралы кран рельс бойымен қозғалғанда, онда жүкті көтеріп қозғалту кеңістігі еселеп өседі. Жүктің орналасу адымы R екі тәсілмен өзгертуге болады. Біріншісі, жебенің орналасу бұрышын өзгерту арқылы жебе мұнараға топса арқылы бекітілген, ал жүк жебенің ұшымен көтеріледі. Және екінші тәсілі, жебе бойымен жүк көтеру арбасы қозғалады, ал жебе тұрақты горизонталь түрде мұнараға орналасады. Бірінші жағдайда
кранның жүк көтеру шамасы Q. Жебенің әртүрлі бұрышында өзгеріп отырады. Оны жүктелу моментінің тұрақтылығымен анықтайды. Q минимум көбейтілген R максимум тең болады Q максимум көбейтілген R минимум. Бұл кезде жебенің адымы өзгергенде жүктің көтеру шамасы Q мен көтеру биіктігі H өзгереді. Екінші жағдайда жүк арбасының орналасуына байланысты Q мен H тұрақты болады. Құрылыс, мұнаралы крандар стандартталған. Қолданысы бойынша өндірістік тұрғын және өндірістік ғимараттарды және гидротехникалық құрылыстарды салуды, монтажды крандар химиялы және тау-кен металлургия жабдықтарын көтеру, тасымалдауда қолданылады. Олардың негізгі параметрлері жүк көтергіштігі Q тоннамен есептеледі. Жүк көтеру моменті Q көбейтілген R тонна метрге, көтеру биіктігі H метрмен, жебенің адымы R минимум және R максимум метрмен, жүкті көтеру, бұру жылдамдықтары V жүк және V арба метр секундпен және тағы басқалары. Мұнаралы крандардың металл құрылымы мына бөлшектерден тұрады. Жебе, айналатын платформа, теңестіргіш кері салмақ орналасқан аунақ және айналмайтын рама. Осы құрылғылар негізінен прокат өнімнен жасалынады. Мұнара мен жебе тік төртбұрышты және құбыр прокатынан топса арқылы немесе пісіру қосылыстарымен жинақталады. Мұнаралы кранның құрылымы. Мұнарасымен айналатын крандарда жебенің орналасқан жоғарғы жағынан айналғандағы крандармен салыстырғанда, жоғарғы жағында орналасқан кері салмақ кранның төменгі платформасына орналасады. Сонымен жалпы салмағы азайып, кранның тұрақтылығы артады. Кранды монтаждау жұмысы жеңілдейді.
қазір келесі слайдтағы суреттен көреміз. Аталған кранның торланған немесе дөңгелек мұнарасы айналатын платформасына бекітіліп, айналу тіреу құрылғысының көмегімен кранның жүру бөлігіне отырғызылады. Кері салмақ, жүк көтеру, топсалы жебенің лебедкалары және кранның бұрылу платформасын бұру механизмі айналу платформасына орналасқан. Жебе топса арқылы мұнараға қосылған. Ал жебенің екінші ұшы тарту арқанымен жылжымайтын және жылжитын шығыр жүйесімен жебе полиспастына бекітілген. Жүктің кран осіне жақындатуын минимум немесе алыстатуын максимум жебенің орналасу бұрышын өзгертетін лебедканың көмегімен орындайды. Жүкті көтеру түсіру жұмысы жүкті көтеру полиспастының және лебедканың көмегімен іске асады. Кранды жүргізуші кабина ішінде отырып кранды басқарады. Өткен слайдтарда айтылған сипаттамалар осы суретте бейнеленген. Және келесі слайдтарда мұнаралы кран туралы бейне баян көреміз. Яғни, бұл суретте мұнарасы айналатын жебелі кранның сызбасы. Бірінші, жүру платформасы. Жүру арбасы, яғни кранды жылжыту. Айналатын платформа. Міне, кранды айналдырамыз. Кері салмақ. Қимада мына жақта көрсетілген. Міне тұр. Сәйкесінше жебелі және жүк көтеру полиспасты. Мына жерде полиспасттар, міне. Жебені көтеретін полиспаст. Және жүкті көтеретін полиспасттар. Кері тірек. Ілмек көрсетілген. Жебе көрсетілген. Кабина көрсетілген. Мұнара көрсетілген, міне, жалпы мұнара. Сәйкесінше жебе және жүк көтеру лебедкалары, кранды айналдыру лебедкасы, айналу тіреу құрылғысы. Осындай бөлшектен құралған. Жүк көтеру шамасына байланысты мұнаралы крандарда бірлік
және қос тармақты полиспастылар екеу, үшеу, төртеу немесе көп күштен ұту сандары қолданылады. Мұнаралы крандардың ең көп тараған саласы құрылыс өндірісінде. Бұл салада әсіресе тұрғын және өндіріс ғимараттарын тұрғызуда қолданылады. Крандардың жүк көтеру шамасы 5 тоннадан 12,5 тоннаға, кейде 25 тоннаға дейін жетеді. Өндіріс ғимараттарын салуда ауыр құрылыс конструкциясын немесе ауыр өндіріс жабдықтарын монтаждау жұмыстарында кранның жүк көтеру шамасы 50 тоннаға дейін қолданылады. Енді мұнаралы кран туралы бейнебаян тамашалайық. Біреуге мұндай кәсіпті таңдау біртүрлі көрінуі мүмкін. Әрқашан жалғыз жұмыс істеу, тар кеңістікте уақыт бойы өтеді, және сіз соның арқасында жынданып кетем деп ойларсыз. Бірақ бұл практиканттар үшін мұнара кранын басқару жоғары сфераларға жолдама бола алады. Міне кабинадан жүргізуші қарап отыр. Жебе. Әлемнің әр қаласында алып мұнара крандары жоғары көтеріледі. Олардың биіктігі 70 метрге дейін жетеді, және мұндай крандар 10 тоннаға дейін жүк көтере алады. Дәрісіміздің басында айтқандай, Г Бұл крандарды қалай салуға болады? Бір кран жасауға қанша уақыт кетеді? Және олар неге құлап кетпейді? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздейміз. Шамамен 60 жыл бойы неміс кран жасаушы компаниясы Liebherr алып крандарды шығарады. Кәсіпорынның ауқымы өндірілетін крандардың өлшемдері сияқты үлкен. Кран өмірі қалыңдығы 8 см көлемді болат парақтарынан басталады. Фасонды фрезерлік станоктар кранның негізгі бөлшектерін кесу және тесу арқылы жасайды. Биіктігі мұнараға байланысты. Оны диагональді қосылған 4 арқалықтан жинайды. Кранның радиусы байланысты. Мұндай ұзын кемені теңестіру үшін оның екінші ұшына ілінетін жүктеме де аз болмау керек. Жылжымалы блок жебе бойымен алға-артқа жылжиды. Бұл краншыға кранның ілмегін жердегі берілген аймаққа қарай бұруға мүмкіндік береді. Бұл бөлшектер кранның құрылымы мен сыртқы түрін анықтайды, бірақ олардың ешқайсысы үлкен тісті доңғалақсыз жұмыс істемейді. Ол айналмалы шеңбер деп аталады. Ол кранға салмағы 10 тоннаға дейін жүкті тасымалдау барысында жоғары дәлдікпен 360 градусқа бұрылуға мүмкіндік береді. Айналмалы шеңбер бұл инженерлік өнердің нағыз кереметі. Доңғалақтың 154 тістері бар. Олардың әрқайсысы үлгі бойынша жоғары дәлдікпен кесілген. Тістер саны неғұрлым көп болса, кранның тұрақтылығы соғұрлым жоғары болады. Нәтижесінде оны басқару оңайырақ және дәлірек болады. Айналмалы шеңбер мұқият өңделеді, сонымен қатар мұқият жиналады.
Әр шеңбердің салмағы 4,5 тоннаға дейін. Оның салмағы 3 көлікке тең. Бірақ жұмысшылар оларды шеберханада оңай жылжытады. Кем дегенде 670 цилиндр шеңбердің екі жартысының арасына жоғарыдан төменге дейін қойылады. Өйткені шеңбер өте тегіс қозғалу керек. Және бұл тек краншыға ыңғайлы болу үшін емес, тегіс жүру жақсы бақылауды білдіреді. Ал бұл өз кезегінде дәлдік, яғни кранның негізгі сипаттамасы болып табылады. Айналмалы шеңберді құрастырып жатқан кезде негізгі цехте мұнара секцияларын бояу жұмыстары жүргізіледі. Оларды бояудың екі қабатымен жабады. Сонымен мұнара кранын қалай жасайды деген сұраққа жауап беретін уақыт келді. Бұл үлкен құрылымды жинау ойлағандарыңыздан оңай. Көбінесе кранды салу үшін бірнеше сағат кетеді. Оның құпиясы мұнара крандары өздері жинайды. Процесс жерде басталады. Ауыр бетон плиталары қалыңдығы 1,5 метр болатын тоғырды құрайды. Оның салмағы 130 тоннаға дейін болуы мүмкін. Тоғырда жұмысшылар мұнараның бірінші бөлігін тұрғызады. Оның айналасында арнайы құрылым, жоғарғы көтергіш деп аталатын 6 метрлік платформа орнатылады. Содан кейін ауыр жүк тіркемелерінде жебелер мен кабиналар әкелінеді. Олар жерде жиналады. Бүкіл көлем жиналғаннан кейін жылжымалы кранмен мұнараның бірінші бөлігіне жоғары көтергіштің үстіне көтеріледі. 4 гидравликалық көтергіштің көмегімен кабина мен жебе баяу көтеріледі. Олар мен мұнара арасында бос орын пайда болады. Краншы мұнараның келесі бөлігін көтереді және жұмысшылар оны жоғары көтергіштің астына қояды. Көтергіштер қайтадан қосылады. Бөлімдер жебемен бірге көтеріліп, мұнараның тағы бір бөлігі орнына келеді. Және кран толықтай жиналғанша осылай жалғасады. Кран жиналды, бірақ неге ол құлап кетпеді? Жаңбырдың арқасында болатты коррозияланып тот басады. Жер басылып, кранның үлкен салмағынан сырғанайды. Тұрақты жүктеме арқасында блоктың бекітілуі әлсірейді. Буындар босайды. Үлкен жүктемелердің тербелуінен пайда болатын инерция тіпті күшті болатты бөліп тастай алады. Тек бос адамдар мұнара кранын құтқара алады. Олар дәнекерлеушілер. Жұмыс көлемі өте үлкен. Сондықтан тіпті ең білікті дәнекерлеуші де машинаның көмегін қажет етеді. Бірге олар ең жауапты жұмысты орындайды. Мұнара бөліктерінің беріктігінің құпиясы құрастыру әдісінде. Дәнекерленген тігістер арқасында жел немесе жаңбыр құрылымға енбейді. Оның нәтижесі аэродинамикалық кедергі және минималды коррозия. Диагональдар мұнараның әр шаршы бөлігінің ортасындағы тік тіректермен қиылысады, яғни күш нүктелері құрылымның үстінен астына қарай керемет беріктік бере өтеді. Алпыс жыл бойы мұндай құрылымды крандар әлемдік барлық құрылыстарында билік етті. Бірақ тіпті бұл алып құрылымдар
қазіргі заманғы құрылыстың қажеттіліктерін қанағаттандырмады. Жөндеу және жұмыс құрылыстары енді қысқа мерзімде өте шектеулі кеңістікте жүргізілуі керек. Сондықтан Липкер жылдам орналастыру қондырғысын жасады. Болашақта крандар осылай болады. Каталогтардағы соңғы жаңалық Липкер МК100 жоғары маневрлік жылжымалы краны. Ол небәрі 15 минутта жиналады. Бір оператор барлық процесті толығымен басқарады. Бейнебаянды көрдік. Енді дәрісімізді әрі қарай жалғастырайық. Енді мынандай үлкен алып машиналармен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік шараларын сақтау өте маңызды. Яғни келесі дәрісіміздің келесі жоспарланған сұрағы крандардағы қауіпсіз жұмыстарға арналған құралдар. Жұмыс барысында барлық жүк көтергіш крандары қауіпсіздікті қамтамасыз ету аспаптарымен, қондырғыларымен және сигнализациялау құралдарымен жабдықталуы тиіс. Оларға жататындар: автоматты тоқтату механизмдеріне арналған ажыратқыш қондырғылар, артық салмақтан жебелердің шығуын, тез жүрісін тоқтату немесе жүк көтеру механизмін ажырату, крандардың жүк көтергіштігін шектегіштер, кранға еңкіштігін және жүк көтергіштігін көрсету. Кранға қауіпті жел жүктеменің күшінің жақындағанына жабдықталған сигнал беретін қондырғылармен жел күшімен жылдамдығын тіркеуші анемометрлер, қауіпті кернеу сигнализаторлары, қауіпсіздік жөнінде жұмыс істейтіндерге алдын ала ескертуге арналған дыбыстық және жарық сигнализациясы. Жүк көтергіш кранға орнатылған сигнализациялау құралдары мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуші қондырғылар. Аспаптар өздерінің әр түрлілігімен қозғалту принциптері бойынша және конструкциялық орындалуы бойынша ерекшеленеді. Ажыратқыш қондырғылар. Ажыратушы қондырғылар белгілі жағдайда орнында соңғы сөндіргішке әсер етуші иін тірек жүйесін құрап, қажет орынға орналастырылады. Олардың міндеті бойынша қозғалтудың ажыратқыш қондырғыларына жебенің ұзарып шығуына, көтеру биіктігіне және бұрылуына бөлуге
болады. Бұл суреттер қазір келесі слайдта көрсетіледі. Жүк көтергіш кранға орнатылған сигнализациялау құралдары мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуші қондырғылар мен аспаптар өздерінің әртүрлілігімен қозғалту, әрекет ету принциптері бойынша және конструкциялық орындалуы бойынша ерекшеленеді. Қозғалтудың ажыратқыш қондырғылары жүріс арбасы немесе кранға бекітілген соңғы сөндіргіштерінен және кран астына орнатылған ажыратқыш сызықтарынан тұрады. Кранның қозғалту барысындағы сызғышы соңғы сөндіргіш иін тірегіне әсер етеді. Соның салдарынан сөндіргіш контактісі электр энергиясын ажыратады. Жебенің ұзарып шығуының ажыратқыш қондырғылары крандарға көтергіш жебесімен орнатылады. Жебенің көтеру барысында тіректі соңғы сөндіргіш штогіне басып, сол контакт ажыратылып, жебенің көтеру механизмі тоқтатылады. Ілгектің көтеру биіктігінің ажыратқыш қондырғылары соңғы жоғары көтеру жеріне жүкті көтеру барысында ілгекті іске қосылып, осыдан оған орнатылған тірегі соңғы сөндіргіштің жүктемесіне әсер етіп, жүк лебедкасының электр қозғалтқышын басқару контактісін ажыратылады. Кран бұрылуының ажыратқыш қондырғылары кранның бұрылатын бөлігіне орнатылған соңғы сөндіргіштен және кранның бұрылмайтын бөлігіне топсамен бекітілген айырдан тұрады. Жаңағы сипатталған ажыратқыш қондырғылардың түрлері: бірінші, қозғалту, жылжытуға арналған ажыратқыш қондырғы. А суретінде жебенің ұзарып шығуына арналған ажыратқыш қондырғы. В суретінде биіктігін. Г суретінде бұрылу механизмін. Механизмдеріне арналған ажыратқыш қондырғылар. Жүк көтергіш шектегіштер. Жүк көтергіш шектегіштері жүк көтеру жағдайында жебенің ұзарып шығуын өзгерту және жүк көтеру механизмін автоматты түрде ажырату үшін көбіне өзі жүретін мұнаралы және жебелі крандарға
орнатылады. Кранның номиналды жүк көтергіштігінің шамасынан 10%-ға артқанда шектегіштер іске қосылады. Жүк көтергіш шектегішінің шамаларын тіркейтін түрлері бойынша екі топқа бөледі. Жүктік бұрау моментін, шектегіштік және жүк салмағын шектегіш. Келесі слайдта көрсетілетін суретте жүк салмағының қарапайым жүктік иінтіректік шектегіш келтірілген. Жүктік моментінің серіппелі иінтіректі шектегіші 2А суретінде келтірілген. Жаңа айтылған шектегіштердің суреті көрсетілген. Жүктік момент пен жүк көтергіштік шектегіштері. А. Жүк көтергішті шектегіш. Ә. Жүктік моментті шектегіш. Бұл жерде бірінші иінтірек, екінші бағыттаушы блок, үшінші жүк, төртінші соңғы сөндіргіш, қозғалмайтын тіректер блоктары, жүк көтеру арқаны және серіппе көрсетілген. Енді студенттердің өздігінен жұмысына арналған тапсырмалар. Мұнаралы жебелі крандар туралы жалпы мәліметтер. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Мұнаралы жебелі крандардың жүктелуі. Үшінші сұрақ. Мұнаралы кранның құрылымы. Төртінші сұрақ. Крандағы қауіпсіз жұмыстарға арналған құралдар. Бесінші сұрақ. Ажыратқыш қондырғылар. Және соңғы алтыншы сұрақ. Жүк көтергіш шектегіштер. Бұл слайдта өткен тақырыбымызды тереңдетіп оқытуға және студенттердің өздігінен жұмысына арналған тапсырмаларды орындауға арналған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Бұл әдебиеттерді қолдану арқылы студенттердің өздігінен жұмысына арналған тапсырмаларды толықтай орындай аласыздар. Осымен дәрісіміз аяқталды.
назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.